Минутта өте дәмді және де өте оңай салаттың, қыстық салаттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл салатты мен балаларым өте қатты жақсы көріп жейді. Ең біріншіден бізге көкөністердің барлығын келгеннен кейін тазалап жуу керек. Одан кейін біріншіден пиязды майдалап турайсыз да, 0,5 литр майға 15 минут қуырасыз. Одан кейін сәбізді мясорубкадан өткізесіз, тоже 15 минут қуырасыз. Одан кейін тәтті перецті тоже мясорубкадан өткізесіз, 15 минут қуырасыз. Ащы переціңізді, чесногыңызды бәрін қосып жібересіз. Помидорды тоже мясорубкадан өткізіп, барлығын араластырып, 40-50 минут қайнатасыз. Және де аспирин, тұз, қантыңызды салып жібересіз. Қайнағанынша, 50 минут бұқтырылғанынша банкілерді стерилизовать етіп қоясыз да, болды. Банкіңізге жаба бересіздер. Өте оңай, барлығы мясорубкадан өткізілетін болады. Тек қана пиязды, егер сізде блендер жоқ болса, қолмен майдалап турап жүрсеңіз болады. Тек пиязды турауға уақытыңыз кетеді, где-то 5 минут, қалған бәрін мясорубкамен тез зыр еткізіп пісіре бересіз, қайната бересіз, болды. Банкіңізге жауып аласыз. Өте дәмді, өте оп-оңай салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер.